Сәлем достар, және менің каналыма жаңадан қосылғандар қош келдіңіздер. Сіздер менің каналымнан трейдинг туралы маңызды ақпараттарды қазақ тілінде көре аласыздар. Мен бүгінгі видеода подписчиктерінің сұрауы бойынша сплит деген не деген сұраққа жауап бергім келіп отыр. Сплит дегеніміз ол акция бағасының 1-2 қатынасқа дейін, 1-4, 1-6 қатынасқа дейін акция бағасының төмен түсіп кетуі. Ол дегеніміз, мысалға, Apple компаниясының акциясы $1000 тұр делік, $1000 тұрса, Apple компаниясының акциясынан 50 штук, Microsoft компаниясынан 20 штук, Tesla'дан 30, Amazon'dan 10 штук бар дейік. Мысалға, мынау сіздің портфеліңіз болса, капитализация общий $62,000 болса, мына жерде көрсет. Мысалға, мына жерде қазір 2014 жылы Apple компаниясы 1-7 қатынасқа дейін түсіп кеткен, сплит болған, S деген сплит болған деген сөз. Ол дегеніміз 7 есеге дейін төмен түскен акцияның бағасы. Мына жерде 1-4 қатынасына дейін. Бұл 4 есе, акция бағасы 4 есе төмен түскен. 2020 жылы. Microsoft компаниясы өте көп сплит болған бізде. Мына жерде 1-2 қатынасына дейін, 1-2, яғни 2 есе 2 еседен түсіп отырған. Amazon компаниясында да солай 1-2 қатынасқа дейін түскен акцияның бағасы. 1-2 есеге дейін түскен. Енді, мысалға, егерде Apple компаниясының акциясы $100-дан 50 штук болса, $50,000 болса, 1-4 қатынасқа дейін түсіп кетті, мысалға $250 дейін түсіп кетсе, егер акцияның бағасы 4 есе түссе, сіздің портфеліңіздегі акцияның саны 4 есе көбейеді. 4 есе көбейеді. Яғни ол акцияның бағасы түсіп кетті, мен портфелімдегі ақшаларым азайып кетеді деген сөз емес. Акцияның бағасы түскеннен сіздің портфеліңіздегі капитализацияңыз азаймайды. Сол $50,000, сол $50,000. Просто акцияның бағасы 4 есе түсіп кетеді. Яғни 1 штук акцияңыз 4 штук акцияға айналды деген сөз. Енді бұның пайдасы негізінде бұл трейдпен айналысатындарға, бұл күнделікті трейд жасайтындарға бұл невыгодно, оның 4 есе бағасы түсіп кеткені. Өйткені олар күнделікті кешкі саудамен айналысады ғой, трейдерлер. Ал бұның пайдасы инвесторларға өте көп пайда болады. Өйткені инвесторлар именно осы сплиттің уақытын күтіп отырады. Именно осы сплит болған кезінде акцияның бағасы акциямен тұрады олар үшін. Осындай сплит болған моменттерді пайдаланып, жаңалықтардан қарап, жақында сплит болайын деп жатқан компаниялардың акцияларын сатып алып, өздерінің портфельдерін толықтырып отырады. Енді бұның тағы да бір пайдасы, мысалға, егерде мынау акцияның бағасы қайтадан $1000-ға когда-нибудь өссе, компания айтпайды, алдын сплит болған кезінде мен саған 4 еселеп бердім акциямды, қайттан мұнан 50-ге түсіреміз деп айтпайды. Уже көрдіңіз ба? Мына жерде сіздің капитализацияңыз $200,000-ға тең болады. Егерде сатпай инвестор болып отыратын болсаңыздар. Жалпы сплит туралы айтқым келгені осы. Түсінікті болса, немесе түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарияға жаза кетіңіздер. Достар, егерде сіздерге осы видео пайдалы болған болса, онда трейдинг туралы қазақ тілді арналарының дамуына үлесіңізді қосып, менің каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз.